Сәлем достар. Бүгін біз сендерге керемет ертегі айтып береміз. Оған дейін арнаға тіркеліп, лайк басып қойыңдар, я? Ендеше мен кеттім. Сәлем балақайлар. Бүгін сендерге қазақ халқының аңызға айналған ертегісі ұстаз бен шәкірт атты ертегі айтып береміз. Алдайдыр, келе ғой. Аға, ертегіңіз өте қызық сияқты. Қызық. Ерте заманда керемет дауысты бұлбұл болыпты. Бұлбұлдың ерекше әншілік қабілетін таныған ұстазы бұлбұл, ертең өскен соң кім боласың депті. Шәкірті еш ойланбастан әнші боламын деген екен. Әнші? Ой, аға, мен де өлең айта аламын ғой. Айтып берейін бе? Қазір, аға, мен тыңдаңызшы, қазір күшті өлең айтам. Өлеңнің аты Аяулы мектебім деп аталады. Мектебім, аяулы мектебім, өзіңде гүлдей боп көктедім. Жарайсың дөйдір. Бұлбұлдың ұстазы айтқан екен. Охо, әнші болу үлкен арман, әрі үлкен өнер. Әнші болу үшін ұстаздың қатаң талабына шыдасаң, сені үлкен жол адастырмай арманыңа жеткізеді депті. Аға, ол қандай жол, қандай талап? Соны бұлбұлда түсінбеген болатын. Қандай талап? Мен бәріне де төземін депті. Сонда ұстазы, асықпа, оны болашақта сезінетін боласың депті. Шынымен де ертең дәу жігіт болғасын, әнші болып шығады ғой. Ертесі күні ата-аналар жиналысы болған екен дөйдір. Ой, аға, бұлбұл бірдеңе білдіріп қойған жоқ па? Жоқ дөйдір. Бұлбұл ештеңе білдірген жоқ. Ол жиналысқа оқушылар да қатысқан болатын. Әр ата-анамен жеке сөйлескен ұстазы бұлбұлдың анасынан сұрапты. Балаңыз жайлы айтыңызшы деп. Аға, бұлбұлдың анасы да әнші ма? Дөйдір, ұстаз айтқан екен. Бала шыбық секілді, қисық өскен бұтағын кесіп отыру керек. Бүгін оның мінезі мен іс-әрекетіндегі кемшілігін жасырамын деп, ертең үлкен қателікке ұрынып жүрмейік депті. Ұстаздың сөзін түсінген анасы бұлбұлды ренжітіп алмайын деп, баламның еркелігі болар, көп ұйықтайды, арманшыл, үлкен мақсатына тек қиялмен ғана жете ма деп ойлаймын дейді. Еңбектенуі де аз, бала ширақ болу керек емес пе? Ата-анаға қазір көмектеспегенде қашан қолғабыс тигізеді депті. Ой, сонда бұлбұл үйіне көмектеспеген бе? Бұл сөзді естіп отырған бұлбұл қатты ұялып қалыпты. Жиналыс соңында бұлбұл мен ұстазы оңаша қалыпты. Мұғалім тағы да жұмбақтап, әнші болу үшін ұстаздың қатаң талабына шыдау керек демеп пе едім депті. Сонда аға, ұстазы қатал боп тұр ма? Жоқ дөйдір, сендер түсінбедіңдер. Сонда бұлбұл айтыпты, мұғалім, енді ерте тұратын боламын депті. Сонда ұстазы, тек ерте тұру ғана емес, ата-ана алдындағы балалық парызды ақтау бар, тәртіпке өз-өзіңді көндіруің керек. Келесі жиналыста анаңның саған деген алаңдаушылығын қуанышқа айналдырарыңа сенемін депті. Мәссаған аға, енді қалай болады екен? Бұлбұл не істейді екен енді? Дөйдір, шынында осы оқиғадан соң бұлбұл ата-анасын таң қалдырыпты. Ерте тұрып барлық шаруаға үлгеріпті. Жарайсың. Сабақты да жақсы оқып, сахнада да ән салған екен. Керемет. Осыдан кейін ұстаз шәкіртінің көп өзгергенін байқайды. Арада бірнеше күн өткенде мұғалім бұлбұлды шақырып алып, бұлбұл, енді екеуміздің өнер сабағымыз басталады депті. Бұлбұлдан керемет әнші шығатынына сенемін. Өйткені ол сондай еңбекқор. Дұрыс айтасың дөйдір, келе ғой. Сонда бұлбұл, мұғалім, енді басталады дегеніңіз қалай? Сіз мені бұрыннан бері әншілікке баулып келе жатқан жоқсыз ба депті. Сонда ұстазы, жоқ, мен сенің бойыңдағы тамаша талантты танығаныммен өнерге әлі баулай қойғаным жоқ депті. Оған кедергі болған сенің мінезіңдегі кемшіліктер. Есіңде болсын, өнерге ұмтылған әрбір жеткіншектің мінезіне мін, өнеріне сын айтылмайтындай тәрбиеленуі керек депті. Үйде де, түзде де мейірбан, шыншыл болу керек депті. Сонда бұлбұл мұғалімінен, бұл өсиетіңіз
тек әншілерге қатысты ма деп сұрапты. Ұстазы, жақсы адам болам деген жеткіншектің бәріне қатысты нәрсе. Сен халық алдында жүрсең, ол сенің ең бірінші сыншың, ақылшың, қолдаушың болады депті. Сонда барып Бұлбұл, түсіндім мұғалім, түсіндім. Мен сізді бүгіннен бастап ұстаз деп айтайыншы деген екен. Қалай, Өйдір, саған ұнады ма? Кішкене болса да бір өсиет жаттағандай болдың ба? Әрине аға, жаттағандай болдым. Мен айтар болсам, азанда ерте тұру керек, ата-анаға көмектесу керек. Мен кеттім ендеше, мамаға көмектесем, ал балақайлар, келесі жолыққанша сау болыңдар. Кеттім. Ал балақайлар, сендерге бүгінгі ертегі ұнады деп ойлаймын. Сендер де ата-аналарыңа көмектесіңдер, және де көп армандаңдар. Келесі жолыққанша сау болыңдар.